Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бұл әңгімеміз көпшілікке ой салар деген ойдамыз. Тыңдап көріңіздер. Мені кешіресің бе, анашым? Пойызда келемін. Жанында 40-тың шамасы әйел атам отырды. Жылап келеді, ағыл-егіл. Үндемедім. Bir кезде ішім күйіп барады. Сырымды ақтарсам бола ма деді. Менде үн жоқ. Балам ұйықтап жатыр еді. Төркінге келе жатыр едік бір айға. Балам әжесін сағынып қалған еді. Әңгімесін бастады. Күйеуім мен дәм жүзім жараспай ажырасып келдім. Кәрі әке шешемді бағу керек болды. Стол басында олармен тамақтану өте жиіркенішті еді. Қарттар үйіне өткізсем бе деп те ойладым. Жалғыз бауырыммен де сыймай қатынаспадым. Әке шешеме бұйра сөйлей бастадым. Солай жұмысымда жақсара бастап, су жаңа көлік алдым. Әке шешемді мінгізбедім, себебі мен өзім жиіркене бастадым. Баратын жерлеріне автобуспен баратын. Білмеймін, жүрегімде жек көрініш, реніш пайда болды. Bir мезетте жұмыста отырғанда телефонымнан шырылдаған дауыс, анаңның жүрегі тоқтап қалды деген суық хабар естілді. Ауруханаға жүгіріп келдім. Төсекте жатқан анамды көріп те жылап жібердім. Кешірші апа, тастамашы, кешірші, мен сияқты көк бетті деп жылай бердім. Анам қолымды қысты да кете барды. Тәп-тәтті ұйқыға сүйіп жылай бердім. Сенесіз бе? Анам сол жатқанда тәтті болып кетті. Мен тіпті оның бетіне сүймектігі жаныма жақындатпайтын едім. Ал әкеңші дедім. Әкем бұл жағдайды естігенде жүрегі тоқтап қалып, жағдайы қазір жақсарды. Інімнің көлігінде, анамның жанында дейді. Анам туған жеріне жерлеуге келе жатырмыз. Інімнің көлігінде. Ініммен ілесіп келе жатырмын деді. Ертеңіне әлгі әйел 10 жасқа кәртейгенін байқадым. Түнімен ұйықтай алмай түршіктап шықты. Ұйықтап жатқан балама қарадым да анамды ойладым. Бардың қадірін біліңіздер, туысқандар, бауырлар, ағайындар, ана әрқашанда керек.